Саламатсыздар ма? 9 сынып физика пәні. Сабақтың тақырыбы тербелмелі қозғалыс. Оқу мақсаты: еркін және еріксіз тербелістерге мысалдар келтіру. Эксперименттік әдіспен амплитуда, период, жиілікті анықтау. Формулаларды қолданып период, жиілік, циклдық жиілікті анықтау. Күнделікті өмірде тербелмелі қозғалыстар немесе жай ғана тербелістер деп аталатын қозғалыстармен жиі кездесеміз. Мысалы, мына жерде көрсетіп тұрған суретте тербелмелі қозғалыстың бірнеше мысалы келтірген. Мысалы, әткеншек балалар тебетін, сағаттың тілі, ағаштың бұтақтарының тербелуі, әткеншектегі бала, бесік, міне жүректің қағысы, міне осылардың барлығы тербелмелі қозғалысқа мысал бола алады. Бұл қозғалыстардың ұқсастығы олардың барлығы қайталанып отыратындығымен сипатталады. Қандай да бір уақыт өткен соң тербеліп тұрған дене бастапқы орнына үнемі қайта оралады. Тербелмелі қозғалысқа периодтылық тән. Қозғалыстың периодтылығы белгілі бір уақыт өткен соң дене орнының, яғни оның координатасының дәл немесе шамамен дәл қайталанып отыратынын білдіреді. Механикада тербелістер деп дененің бірдей уақыт аралығындағы дәлме-дәл немесе жуықтап қайталанып отыратын қозғалысын айтады. Мысалы, ғаламшарлардың, жердің жасанды серіктерінің орбита бойымен қозғалысы, сол сияқты сағат тілі ұшының үнтаспа дискілерінің қозғалысы тербелмелі қозғалыс тәрізді периодты болып табылады. Тербелмелі қозғалыс жасау үшін денеге әсер етуші күштер қандай шарттарды қанағаттандыру керек екенін қарастырайық. Суретте көрсетіліп тұрғандай тұрғы қысқышына болат серіппенің бір ұшын бекітіп, екінші ұшына жүк ілеміз. Жүкке әсер ететін Фа ауырлық күші мен Фс серпімділік күші модульдері жағынан тең, ал бағыттары қарама-қарсы болған жағдайда жүк тыныштық күйде болады. Яғни Фс қосылған Фа тең болады нөлге. Дененің оған әсер етуші күштер векторларының қосындысы нөлге тең болған кездегі күйін тепе-теңдік күй деп атайды. Жүкті тепе-теңдік күйден шығарып төмен ығыстырғанда серіппе деформациясының ұлғаюы салдарынан F серпімділік күші артады, ал Фа ауырлық күші өзгеріссіз қалады. Бұл күштерге тең әсерлі F күші тепе-теңдік күйге жоғары бағытталған. Егер жүкті тепе-теңдік күйден жоғары көтеріп, содан соң жібере салса, онда ол төмен қарай бағытталған F тең әсерлі күштің әсерінен тепе-теңдік күйге дейін үдей қозғалады. Тепе-теңдік күйден өткеннен кейін F тең әсерлі күші жоғары бағытталып, жүкті тежейді де А үдеу векторы бағытын қарама-қарсы жаққа өзгертеді. Ең төменгі нүктеде жүк тоқтайды да жоғары қарай үдеумен қозғалып тепе-теңдік күйіне жетеді. Содан соң одан өтіп үдеумен төмен қарай қозғала бастайды. Осылайша процесс периодты түрде қайталанады. Мұндағы тең әсерлі күш жүкті траекторияның кез келген нүктесінде тепе-теңдік күйге бағыттап отырады. Дененің тепе-теңдік күйден ауытқуын ығысу деп аталады. Ығысу X әрпімен белгіленеді. Гук заңы бойынша серпімділік күші ығысуға пропорционал және мынаған тең. F тең минус Kx. Ығысуға пропорционал және оған қарама-қарсы бағытталған күштің әрекетінен болатын механикалық тербелістер гармониялық тербелістер деп аталады.
тербелмелі қозғалыс пайда болу үшін мына шарттар орындалу қажет. Денені тепе-теңді қалпынан шығарған кезде оны бастапқы күйіне қайтаратын күш болу керек, үйкеліс мейлінше аз болу керек. Дене қозғалысы толығымен қайталанып отыратын ең аз уақыт аралығын интервалын тербеліс периоды деп атайды. Басқаша айтқанда, тербеліс периоды дегеніміз бір толық тербеліс жасауға кеткен уақыт. Тербеліс периоды секунд деп аталатын өлшеммен өлшенеді және оны Т әрпімен белгіленеді. Дене қайсы бір нүктеден шығып, сол нүктеге қайта оралғандағы қозғалыс процесі бір циклді береді. Мысалы, дененің шеңбер бойымен бір айналым жасауын бір цикл дейміз. Бірлік уақыт ішіндегі тербелістер саны тербеліс жиілігі деп аталады. Жиілікті гректің нью әрпімен белгіленеді. Тербелмелі қозғалыс жиілігінің өлшем бірлігіне бір секунд ішіндегі толық тербеліс жасайтындай тербелістің жиілігі алынады. Бұл бірлік неміс ғалымы Генрих Герцтің құрметіне герц деп алынған. Яғни В-ның өлшем бірлігі герц немесе секундтың -1 дәрежесінде. Тәжірибеде килогерц, яғни кГ-герц, мегагерц, мг-герц сияқты еселік бірліктер пайдаланылады. Егер дене Т секундта n тербеліс жасайтын болса, онда тербеліс жиілігі нью тең болады n бөлінген Т. Бұл жердегі n дегеніміз тербелістің саны, Т дегеніміз уақыт. Ал тербеліс периоды Т тең болады Т бөлінген n-ге. Бұл жердегі Т дегеніміз тербелістің уақыты, n дегеніміз тербелістің саны. Жиілік периодқа кері шама, ал период жиілікке кері шама. Екеуі бір-біріне кері шама болғандықтан нью тең болады 1 бөлінген Т-ға, Т тең болады 1 бөлінген ньюге. Тербелмелі қозғалысты сипаттайтын келесі бір негізгі шама амплитуда. Тербеліс амплитудасы деп дененің тепе-теңдік күйінен ең үлкен ығысуының мәнін айтамыз. Амплитуда А әрпімен белгіленеді, яғни А тең болады X максимум. Амплитуда дененің тепе-теңдік күйінен қаншалықты ауытқығанына байланысты болады. Қозғалыстың басқа түрлері сияқты тербелмелі қозғалысты да жылдамдық және үдеу арқылы сипаттауға болады. Алайда тербелмелі қозғалыс кезінде бұл шамалар нүктеден нүктеге өткен сайын өзгеріп отырады. Тербеліп тұрған дененің жылдамдығы тепе-теңдік күйінен ең үлкен ауытқу X максимум тең А-ға және X максимум тең болады минус А-ға, 0-ге тең болады. Ол нүктелерде дене тоқтайды, нүктесінде де қарама-қарсы бағытта қозғалады. Ал дене тепе-теңдік күйінен өткен кезде оның жылдамдығы ең үлкен мәнге ие болады. Үдеу керісінше дене тепе-теңдік күйінен өткенде 0-ге тең болады. Өйткені бұл нүктеде күш 0-ге тең. Тепе-теңдік күйінен ең үлкен ауытқуға сәйкес келетін нүктелерде X максимум тең А және X максимум тең минус А болған кезде үдеудің шамасы ең үлкен мәнге жетеді. Себебі бұл нүктелерде серпімділік күші ең үлкен мәнге ие. Сөйтіп, тербелмелі қозғалыс кезіндегі жылдамдық пен үдеу периодты өзгеріп отырады. Яғни, әрбір Т период өткен сайын жылдамдық және үдеу векторларының бағыты мен модулі қайталанады. Енді оқушылар, бүгінгі өткен сабақтарымыз бойынша физикалық диктант жазып көрейік. Физикалық диктант. Бірінші,
дененің бірдей уақыт аралығында дәлме-дәл немесе жуықтап қайталанып отыратын қозғалысын не деп атайды? Екінші, герц ненің өлшем бірлігі. Үшінші, толық бір тербеліске кеткен уақыт не деп аталады? Төртінші, нью тең n бөлінген т ненің формуласы? Бесінші, ығысуды қандай әріппен белгілейді? Ал енді балалар, физикалық диктанттың дұрыс жауабымен танысайық. Дененің бірдей уақыт аралығында дәлме-дәл немесе жуықтап қайталанып отыратын қозғалысын механикалық тербелістер деп айтады. Екінші, герц жиіліктің өлшем бірлігі. Үшінші, толық бір тербеліске кеткен уақыт период деп аталады. Төртінші, нью тең n бөлінген т жиіліктің формуласы. Бесінші, ығысуды x әрпімен белгілейді. Кәне балалар, өз сұрақтарымыздың жауаптарын салыстырып көрейік, және дұрыс емес болса белгілеп көрейік. Енді бекіту сұрақтарына жауап беріп көрейік. Қандай қозғалыстарды тербелмелі қозғалыстар деп атайды? Екінші, қозғалыстың басқа түрлерінен тербелмелі қозғалыстың ерекшелігі неде? Үшінші, ығысу деген не? Ол қандай әріппен белгіленеді? Төртінші, гармоникалық тербелістер деп қандай тербелістерді айтамыз? Бесінші, тербелмелі период деп нені айтамыз? Алтыншы, жиілік нені көрсетеді? Тербелістің жиілігі мен периоды арасында қандай байланыс бар? Жетінші, тербеліс амплитудасы деген не? Ал енді балалар, бекіту сұрақтарының жауаптарын өздерің айтқан сұрақтардың жауаптарымен салыстырып көрейік. Бірінші, қайталанып отырылатын тербелістер тербелмелі қозғалыстар деп аталады. Қандай да бір уақыт өткен соң тербеліп тұрған дене бастапқы орнына үнемі қайта оралады. Үшінші сұрақтың жауабы, дененің тепе-теңдік күйден ауытқуын ығысу деп аталады және x әрпімен белгіленеді. Төртінші, ығысуға пропорционал және оған қарама-қарсы бағытталған күштің әрекетінен болатын механикалық тербелістер гармоникалық тербелістер деп аталады. Бесінші, дене қозғалысы толығымен қайталанып отыратын ең аз уақыт аралығын интервалын тербеліс периоды деп атайды. Алтыншы, бірлік уақыт ішіндегі тербелістер саны тербеліс жиілігі деп аталады. Жиілікті гректің нью әрпімен белгіленеді. Тербелмелі қозғалыс жиілігінің өлшем бірлігіне 1 секунд ішіндегі толық тербеліс жасайтындай тербелістің жиілігі алынады. Жиілік периодқа кері шама, ал период жиілікке кері шама. Жетінші сұрақтың жауабы, тербеліс амплитудасы деп дененің тепе-теңдік күйінен ең үлкен ығысуының мәнін айтамыз. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жеткен сияқты бәрі түсінікті болды деген ойдамын. Қош, сау болыңыздар.